Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Жыл сайын Қарағанды облысында 20 мыңнан астам қаңғыбас ит пен мысықтың көзі жойылады. Кейбір адамдар төрт аяқтыларды ату дұрыс десе, енді бірі обал санайды. Мәселенің түйіні қалай шешілмек? Қарағанды облысында су тасқыны қаупі бар ауылдарды аралау басталды. Осыған орай Жеңіс Қасымбек су тасқынына дайындық бойынша тапсырмалар берді. ММА турнирінің жеңімпазы Бауыржан Қуанышбаев марапатталды. Спортшы Алматыда өткен жарыста чемпиондық белбеуге ие болды. Көше кезген үй жануарларының мәселесі бүгінде шешімін таппай тұр. Жыл сайын Қарағанды облысында 20 мыңнан астам қаңғыбас ит пен мысықтың көзі жойылады. Бұл бір жағынан тірі жанды өлтіру моральды қағидаға қайшы келгенімен адамдар үшін қауіп төндіріп отыр. Зула есімді ит бір ай бойы қоқыс жәшігін паналап жүрген, дұрыс күтім болмағандықтан мүлдем жүре алмаған халге жетіпті. Төрт аяқтыны тауып алған еріктілер арнайы панаға табыстаған. Мұнда ол қайта жүріп қамқорлыққа алынды. Көбіне жазықсыз үй жануарлары зорлық-зомбылықтың құрбанына айналып жататын жасырын емес. Бұны әлеуметтік желілерде тараған бейнежазбалардан да көруге болады. Это очень страшно, когда подрастающее поколение не знает, что такое жалость, милосердие. Біз көріп жатамыз, балалар қатыгездік танытып, ойға келгендерін істеп жатады. Бұл өте қорқынышты, аяушылық дегенді білмейтін өсіп келе жатқан жас буындарымыздың ертең болашағы қалай болады. Мен бұл мәселеге қатысты құқық қорғау органдарының жұмыс істегенін көрмеппін. Бұл жай ғана ит деп жылы жауып қояды. Қаладағы жалғыз Кошкин дом панасының құрылғанына 4 жыл болған. Қазір мұнда қараусыз қалған 130 ит пен мысық өмір сүреді. Еріктілер қамқорлықтарына алмағанда төрт аяқтылар ашта немесе түрлі жағдайда өліп қалуы мүмкін еді. Приюты нужны, но приюты нужны. Бұндай пана иелері қажет деп санаймын, бірақ мемлекеттің қарауында емес, жекеменшік болғаны дұрыс деп есептеймін. Иттерді ату мәселеден шығатын жол деп ойламаймын. Бұл жай ғана ақшаны желге ұшыру. Ветеринария басқармасындағылар инфекция таралуын болдырмау және адамдарға шабуыл жасамау үшін мезгіл-мезгілмен ату қажет деп түсіндіреді. Бұл үдерістің өзі арзанға соқпайды. Әрбір төрт аяқтыға шамамен 7 мың теңге жұмсалатын көрінеді. Жылына 20 мыңнан астам ит пен мысықтың көзі жойылады. Сондықтан ұйықтататын дәрі беріп, қамқорлыққа алғысы келетіндерді табуға тырысады. Если где возможность есть пристроить, который Біз бүгінгі таңда еріктілермен тығыз жұмыс жасаймыз. Егер мүмкіндік болып жатса, орын табылып жатса, төрт аяқтыларымызды қамқорлыққа алғысы келетіндерге береміз. Ал егер керісінше ондай мүмкіндік болмаса, көмеміз. Шенеуніктерде зоо қорғаушылар да төрт аяқтыларды өлтіру жағдайдан шығудың жолы емес екендігін алға тартады. Елге жануарларды қорғау туралы заң қажет. Сейчас прорабатывается новый законопроект. Қазір жаңа заң жүзеге асырылып жатыр. Аталмыш заң жобасы тыңдалымнан өтті. Қашан күшіне енетінін парламент шешеді. Ал заң жобасының қандай болатын уақыт көрсетеді. Кошкин дом жануарлар панасы еріктілер қатарына қосылуға шақырады. Олармен хабарласуға немесе қаржылық қолдау көрсеткіңіз келсе, экранда көрсетілген мәліметке назар аударуыңызға болады. Ұжымдық иммунитетті қалыптастыру үшін ересек тұрғындардың 60%-на дейін вакцина егу керек. Екпе алғаннан кейін жағымсыз салдар туындаған жағдайда өндірушіден бастап медициналық мекемелерге дейін ешқандай жауапқа тартылмайды. Бұл туралы бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Ерлан Қиясов брифингте хабарлады. Денсаулық сақтауды басқарудың әр саласы үшін мамандандырылған сараптамалық топтар құрылды. Вакцинаға теріс реакция туындаған жағдайда осынау сараптамалық топ тексеріп, тиісті шаралар қабылдайды. Дәрігерлер бүгінде вакцинамен мүмкіндігінше көбірек қамту маңызды дейді. Бұл бізге пандемиямен күресуге және карантинсіз қалыпты өмірге оралуға мүмкіндік береді. Буквально вчера один из ведущих мировых медицинских научных журналов Кеше ғана әлемдік медициналық журнал Lancet ресейлік екпенің COVID-19-ға қарсы әсері 91%-дан жоғары екенін жариялады. Спутник V вакцинасы қалыптастырған иммунитет адам бойында 2 жылға дейін сақталатыны дәлелденген.
Тіркеу жұмыстары алдағы уақытта жүргізіледі. Сондай-ақ брифинг барысында электронды төлқұжат жайында да айтылды. Бұл тәсіл тек кәсібі тоқтап қалған бизнес орталықтарында ғана қолданылады. Электронды төлқұжат қағазға жазылмай нақты сандарға негізделеді. Қоғамдық орындарға бару кезінде қазақстандықтарды түс бойынша ажырату мақсатында бастаманы бизнес қауымдастық ұсынған. Енді азаматтарды түрлі түсті QR кодтар бойынша анықтау пилоттық жоба ретінде енгізілмек. Осы айдың басынан бастап Нұр-Сұлтан және Алматы қаласында осы пилотқа 55-тен астам кәсіпкер қатысып отыр. Қазіргі кезде осы платформада 8 мыңнан астам абонент тіркелді. Сондықтан да осы жұмысты өзіміз осы кәсіпкерлермен жүргізіп, осы 2 аптада осы жаңағы қорытындысын шығарып, бұны жалпы басқа осы салаларда жұмыс жасайтын кәсіпкерлерге қосуға бола ма, қосуға болмай ма, сондықтан да бұны өзіміз зерттеп, өзіміздің ұсынысымызды жаңағы бас санитарлық дәрігерге ұсынатын боламыз. Брифинг барысында айтылғандай, спутниковый вакцинасы Қазақстанда тіркеу алдағы уақыттың еншісінде. Ал Қарағандыдағы вакцина шығаратын зауыт кәсіпкер Қайрат Боранбаевқа тиесілі екенін ашық ақпарат көздері жариялаған. Елімізде пандемияның өршу мүмкіндігі жоғарылап келеді. Өткен тәулікте Қарағанды облысында коронавирус инфекциясымен 80 жаңа науқас тіркелді. 66 адам сауығып шықты. Көптеген қазақстандықтар вакцинацияның адамға зиянды болуы мүмкін деп қорқады. Мамандар көпшілікке тек ресми ақпарат көздеріне сену қажеттігін ескертеді. Қазақстанда бүгінде 5700 медицина қызметкері вакцина салдырған. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Европада вакциналау шарасы ең баяу жүріп жатқан ел Франция. Қазіргі уақытқа дейін дертке қарсы екпені 65 миллион тұрғынның 1,5 миллион ғана салдырған. Алдағы уақытта француз вакциналары өзге компания екпелерінің негізінде пайда болуы мүмкін. Ресейлік Спутник V вакцинасы да қолданылуы ықтимал. Ұлыбританияда COVID-19 жаппай тестілеу науқаны басталады. Шара барысында арнайы бригадалары вирустың соңғы нұсқалары анықталған аудандардағы үйлерді аралап, адамның ауру белгілері бар жоғына қарамастан сынақтар жүргізеді. Бірінші кезеңде елдің 8 ауданында 80 мың адамды сынақтан өткізу жоспарланған. Европалық одақ блок елдерінің азаматы саналмайтын басқа ел адамдарына кіру ережелерін қатаңдатты. Енді Европалық одақ аумағына аурудың минималды статистикасы бар және оңтүстік африкалық, британдық немесе бразилиялық жаңа штамдарды жұқтыру жағдайлары жоқ мемлекеттердің тұрғындары ғана кіре алады. Ал Австрия карантинді жеңілдетіп жатқан жалғыз европалық ел. Онда дүкендер, мұражайлар мен хайуанаттар бағы кезең-кезеңімен ашыла бастайды. Қоғамдық орындарда маска кию міндетті болып қала береді. Халықты қарқынды тестілеу жалғасады. Енді елдегі эпидахуалға келетін болсақ, өткен тәулікте Қазақстанда коронавирус жұқтырған 1280 жаңа дерегі тіркелді. Оның ішінде 80-і Қарағанды облысында анықталып отыр. Сондай-ақ өңірде 66 адам сауығып шықты. Жалпы пандемия басталғалы бері елде ковид инфекциясын жұқтырғандар саны 191 639-ға жетті. Қарды уақытында шығару, гидроқұрылыстарды тексеру. Жеңіс Қасымбек су тасқынына дайындық бойынша тапсырмалар берді. Қарағанды облысында су тасқыны қаупі бар ауылдарды аралау басталды. Мамандар өзендердің жоғарғы ағысындағы топырақтың қату тереңдігін өлшейді. Қауіпті учаскелерде ғарыштық мониторинг көмегімен анықтайтын болады. Өткен жылы 33 ауыл мен елді мекенде қорғаныс бөгеттері мен қорған тұрғызылып нығайтылды. 9 шақырымнан астам су ағатын каналдар салынды және жөнделді. Гидроқұрылыстарды жөндеуге 970 миллионнан астам теңге жұмсалды. Қаңтар айында төтенше жағдай департаменті мен Қазгидромет қызметкерлері Нұра және Шерубай Нұра өзендерінің жоғарғы ағысындағы қар өлшеу маршруттары бойынша алғашқы бақылау жасап өткенін хабарлады. Айтуларынша көктемгі су тасқыны бойынша болжам жасауға әлі ерте. Жағдай наурыз айының басында айқын болады. Утвержденную в конце 2020 года дорожную карту. Облыста республикалық жол картасы аясында су тасқыны қаупінің алдын алу және жою бойынша шаралар кешені жүзеге асырылып жатыр. Инженерлік жұмыстардың облыстық жоспары бар. 3 жыл ішінде қорғаныс дуалдарын салу, су өткізу құбырларын орнату, Соқыр және Тоқырауын өзендерінің арналарын санкциялау бойынша 69 іс-шара іске асырылды. Биыл Шерубай Нұра өзенін қалпына келтіру жұмыстары жалғасады. 2021-2023 жылдарға арналған жол картасына 23 іс-шара енгізілді.
Тасқын сулардан қорғау бойынша облыстық жоспар әзірленді. 1 наурыздан бастап жол қызметтері су құбырлары мен көпірлерді тазартуға кірісу керек. Ірі су қоймаларынан суды ағызудың кестесі мен көлемі реттеледі деп көрсетілген. Осы жөнінде аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек бірқатар тапсырмалар жүктеді. Управление природных ресурсов. Қалалар мен аудандардың әкімдері қарды жедел шығару қажет қаражаттарды қарастырып, кәсіпорындарды тартып, осы жұмысты жандандырыңыздар. Су шаруашылық құрылыстарын ерекше бақылауда ұстау керек. Су қоймаларын дайындауға, суды ағызудың уақытлы режимін ұйымдастыруға ерекше назар аударыңыздар. Сондай-ақ аймақ басшысы су шаруашылығы нысандарын ерекше бақылауда ұстауды тапсырды. Су қоймаларын дайындауға, суды ағызудың уақытылы режимін ұйымдастыруға баса назар аудару қажет. Бұдан бөлек комиссия отырысында хабарландыру жүйелерін жаңғырту жоспары талқыланды. Айнұш Алғынбай, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Экологияның нашарлығы, тұқым қуалайтын аурулар мен зиянды әдеттер. Осы және өзге де факторлар бүгінде адам денсаулығына теріс әсерін тигізуде. Жылдан жылға қатерлі ісікке шалдығатындардың саны артатында да сондықтан. Елімізде күн сайын жатыр мойын обырынан 2 әйелге дейін көз жұмады. Ал әлемде әрбір 5-ші тұрғын жаман аурудың құрбаны болады. Бүгін, яғни 4 ақпан, қатерлі ісікке қарсы дүниежүзілік күрес күні аталып өтуде. Қатерлі ісік қазіргі заманның басты мәселесіне айналып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша әлемде әрбір 5-ші тұрғын онкологиялық індетке шалдығады. Тек өткен жылы 19 миллион адамда рак ауруы анықталған. Бұл кеселдің кесірінен 10 миллион адам көз жұмды. Ал елімізде қатерлі ісіктің ең көп тараған түрі жатыр мойын обыры. Жыл сайын аталған дертпен 1600-1800 адам тіркелетін көрінеді. Өкініштісі 600 әйел осы дерттің асқынуынан қайтыс болады. Статистикаға сүйенер болсақ, күніне 1-2 нәзік жан өмірімен қош айтысады. Сондықтан ақ халаттылар денсаулықтарын уақытылы тексеруге шақырып отыр. К сожалению, женщины не обращаются. Запущенных случаев очень много. Өкінішке қарай әйел адамдар тексерілуге дер кезінде келмейді. Асқындырып алған кездер өте көп. Көбіне 2-3 немесе 4-ші сатысында есепке алып жатамыз. Бұл дегеніміз әйелдер денсаулықтарына немқұрайлық танытып, уақытылы тексеріске келмейді. Біз үнемі айтып отырамыз, еш қорықпай тексеріске келіңіздер деп. Сонымен қатар әйелдердің басым бөлігі сүт безі қатерлі ісігіне шалдығады. Індет әсіресе жасы ұлғайған нәзік жандыларға қауіп төндіреді екен. Сондықтан елімізде скрининг ұйымдастырылған. Бақылаудың көмегімен бұл обырды ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік бар. Поэтому всех женщин призываем обязательно не отказываться, приходить в скрининг. Сондықтан барлық әйел қауымын скрининг өтуге шақырамын. Қатерлі ісікті алғашқы кезеңде тек скрининг анықтай алады. Себебі бастапқыда оның ешқандай белгілері болмайды. Сондықтан жыл сайын алдын ала анықтау шараларынан өту маңызды. Бұдан бөлек дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшылары қатерлі ісік балалар мен жас өспірімдер арасында да тіркелетінін айтады. Жыл сайын 400 мың бала жаман аурудың құрбаны болады. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Облыста биыл 13 жаңа мектептің құрылысы басталады. Сондай-ақ 8 балабақшаға жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл мақсатқа 400 миллионнан астам теңге бөлінген. Өнер колледждерінде де 10-нан астам сұранысқа ие мамандық ашылмақ. Білім беру саласының дамуы бойынша ведомство басшысы онлайн режимде өткен аппараттық жиында айтып берді. Облыста 13 білім беру нысаны бой көтермек. Бүгінде жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Қарағанды қаласында 3 жаңа мектеп салынады. Бұдан бөлек мектепке дейінгі білім беру саласына да ерекше назар аударылған. Бір жыл ішінде 1500 орынға арналған 15 орталық ашылады. Бұл өз кезегінде 3 пен 6 жас аралығындағы балаларды қамтуға септігін тигізбек. Сондай-ақ биыл 432 миллион теңгеге 8 балабақшаға жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында өткен жылы 81 нысан қалыпқа келтірілді. Ол үшін 4,5 миллиард теңге жұмсалған. В этом году мы особое внимание уделяем увеличению охвата детей ясельного возраста.
Биылғы жылы біз бөбектермен ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды қамтуды ұлғайтуға ерекше назар аударамыз. Мемлекет басшысы осыған назар аударады. Мектепке дейінгі білім беруді дамытуға жеке инвестицияларды тарту үшін біз жан басына шаққандағы қаржыландыру әдістемесіне сәйкес мемлекеттік тапсырысты келтірдік. Қалада бір балаға 36,9 мың теңге, ауылда 37,2 мың теңге бөлінеді. Ерекше қажеттіліктер бар балаларды күтіп бағуға 77 мың теңге кетеді. Сондай-ақ өнер колледждерінде сұранысқа ие жаңа мамандықтар ашылады. 39 оқу ордасы базасында жұмысқа орналастыру және мансап орталықтарын құру жоспарланған. 15 колледж жас маман жобасына көлік, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жеңіл өнеркәсіп, сервис және тағы басқа бағыттар бойынша қатысады. Олардың бірінің базасында жаттығу лагерін құру көзделген. Жыл соңына дейін осындай 8 орталық жұмысын бастайды. В сфере технического и профессионального образования продолжается работа по закрытию невостребованных специальностей. Техникалық және кәсіптік білім беру саласында талап етілмеген мамандықтарды жабу және жаңаларын ашу бойынша жұмыс жалғасуда. Осы жылы Саран қаласында автобустармен арнайы техника шығаратын зауыт іске қосылуына және автомобиль шиналарын шығару бойынша жоба іске асырылуына байланысты екі колледж базасында шиналар өндірісі, резеңке техникалық өндіріс, дәнекерлеу ісі мамандықтар бойынша дайындықты бастаймыз. Сонымен қатар жаңа оқу жылында тағы да әлеуетті 10 мамандық ашу жоспарланған. Бүгінде аудан және қала әкімдері есептік кездесулер өткізіп жатыр. Жиын соңында аймақ басшысы азаматтардың өтініштерін ескеріп, мәселелерге назар аудару керектігін тілге тиек етті. Сондай-ақ облыс өтініш пилоттық жобасына қатысуда. 1-тоқсанның қорытындысы бойынша нәтиже шығарылып, тиісті шара қолданылатын болады. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қазақстанның әуе қорғанысы Ресейде жасалған заманауи зениттік зымыран кешенімен толықтырылды. Алғаш рет еліміздің қарулы күштерінде Бук М2 көп функционалды зениттік зымыран кешені қолданылмақ. Аталмыш кешенге радар, мақсатты анықтау станциясы, басқару пункті, ұшыру тиеу қондырғылары, сондай-ақ жауынгерлік тапсырмаларды орындауды қамтамасыз ететін жөндеу шеберханалары мен арнайы зертханалары кіреді. Өздігінен жүретін зениттік зымыран жүйесі шынжыр табанды шассиде жасалады. Кешеннің басты артықшылығы оның қозғалғыштығы және қозғалыс кезінде әуе нысандарына зымыран ұшыруларына мүмкіндік беретін ұтқырлық деңгейі жоғары. На сегодняшний день зенитно-ракетный комплекс Бук М2 Бүгінде Бук М2 көп функциялды зениттік зымыран кешені зенитті зымырандардың ішінде әлемдегі ең күшті қару болып саналады. Бұл кешен әуе кеңістігін және жауапкершілік аймағындағы маңызды нысандарды қорғау үшін әскерлердің жауынгерлік мүмкіндіктерін едәуір арттырады. Сынақтардан кейін ол елдің әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйесіне біріктіріліп, жауынгерлік кезекшілікке түседі. Кешеннің басты ерекшелігі жарықтандыру және бағыттау радиолокаторы бар. Дәл осы ерекшелігі жасыруға тиімді жер бедерлерінде әрекет етуге мүмкіндік беріп, қарсы тараптың төмен ұшатын нысандармен күресуге өте ыңғайлы. Сонымен қатар кешен зымырандармен қаруланған және өзін-өзі жартылай белсенді басқара алады. Расчеты зенитно-ракетного комплекса. Зенитті ракетаның ерекшелігін есептей келе жаңа техниканы қолданысқа енгізу барысында нормативтік талаптар толық орындалды. Ұшқышсыз басқарылатын биік нүктедегі әуе нысан тез бақылап әрекет етуге өте ыңғайлы. Сынақ кезінде байқалғандай заманауи қаруды қажетті жағдайда қолдануға болады. Бук М2 көп функциялды зениттік зымырандық жүйесі Ресейдің Алмаз антиконцернінде жасалған. Қазіргі уақытта зауыт мамандар кешенді жеткізу және оны Қазақстанның әуе қорғаныс күштерімен қатарға қосу бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММА турнирінің жеңімпазы Бауыржан Қуанышбаевты құттықтады. Естеріңізге сала кетейік, қарағандылық спортшы Октагон 15 атағын жеңіп алған болатын. Айта кетейік, оңтүстік Астанада қаңтар айының соңында Октагон 15 ММА турнирі бойынша жарыс өткен еді. Кештің басты жекпе-жегінде алматылық Сағындық Мұқанов пен қарағандылық Бауыржан Қуанышбаев кездескен болатын. Бәйгеге 77-1 келі салмақтағы Октагон атағы тігілді. Турнирдің басты жекпе-жегін төреші 2-ші раундта тоқтатты. Себебі Қуанышбаев жеңісті техникалық нокаутпен аяқтады. Осылайша 28 жастағы жерлесіміз чемпиондық белбеуді жеңіп алды.
қарсыласым жалпы Алматы қаласынан Алаш Прайд командасында өнер көрсеткен спортшы болды. Осы турнирдің фавориті болды. Енді ол жігіт өзі көп күрес жағынан мықтырақ болды. Біз сосын олмен бірінші нөмірмен жұмыс істейміз деп өзіміз тактика қойып, сол жарыста өзі қойған тактикамызды орындадық. Бауыржан үшін бұл жеңіс 2 жеңілістен кейін кәсіби мансабындағы 6-шысы болды. Дегенмен осымен 11-ші жекпе-жегі көрінеді. Спортшыны тәжірибелі тәлімгер Рашид Тагаев жаттықтырады. Оның айтуынша Бауыржан ептілігінің арқасында жаттығу барысы қиынға соқпаған. Бауыржанның мінезі салмақтылығы жақсы, сондай-ақ ойындағы өзін-өзі ұстауы ерекше. Бұл жарыстың бастамасы ғана, әлде жұмыс істеп биіктерден көрінеміз. Мен Бауыржанға сенемін. Өткен жекпе-жекте жақсы ойын көрсетті. Алда жақсы нәтижелер де болады. Бүгінгі марапаттауларыңызға рахмет. Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасында жауынгерлік өнер қауымдастығының басшысы Ерден Халилин Бауыржан Қуанышбаев пен оның жаттықтырушыларын құттықтады. Осыған орай шара соңында арнайы құрмет грамоталарын табыстады. Айнұр Шалғынбай, Сергей Сакосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.